14-ші трек. Жаман көзден, ыбылыстар мен әртүрлі аурулардан сақтайтын тұмар. Қазір қазақтар мұсылмандық кіріптар дұғаларды қолданады. Оларды тұмар деп атайды. Ертерек кездерде тұмар мал, құс сүйектерінен немесе тастардан жасалатын. Бірінші, жануарлардың сүйектерінде құдіретті күш бар. Қазақтардың ойынша, қаржылық малды ит-құстан сақтаушылық қасиеті жағынан бақташыдан кем түспейді. Ұры қарыдан, қасқырдан малды аман сақтайды, ал бірақ өлім-жітімнен аман алып қала алмайды деп Ильминский мырза қате түсінік береді. Қары жілікті қазақ үйге тура моңғолдар сияқты жасап орналастырады. Гомбоевтың айтуынша, моңғолдар жұқа еті сүйектің арасына шөп тығады. Сүйек осы күйде құрық ұстаған бақташыға ұқсайды. Қазақтардың наным-сенімдерінде қары жілік адамға ұқсас бейнесімен ұры қарыдан сақтайды. Қазақтар бұл сүйекті қары жілік дейді. Осы сенімнің негізінде мынадай бір аңыз бар. Ұрылар бірнеше күн бір қазақ байының малын торыпты. Түні бойы малдың маңында құрық ұстаған кісілер жүріп, ұрылар ештеңе де алмайды. Ұрылар өзара ақылдасып, байдың қызы мен әйелінен басқа қорған болатын не ұлы, не құлдары, не туысқандары жоқ. Осынша адам қайдан пайда бола кеткен деп таңдансады. Содан соң ұрылар құдай қонақпыз деп байдың үйіне барады. Бай қой сойып ұрыларды әбден тойдырады. Байдың адал ниетіне риза болысқан ұрылар тұрып, бірнеше күннен бері малыңды торып ештеңе де алмадық. Қандай қасиетіңіз бар? Деп сұрайды. Сонда бай, ешқандай да қасиетім жоқ, көріпкелім және жоқ. Менің бұзылмайтын бірақ заңым бар. Әкем өлерінде бір өсиет айтып еді. Балам, мен саған бір өсиет айтам. Егер соны орындасаң, дәулет басыңнан ұшпайды. Қанша қой сойсаң, қары жілігін тастама. Оларды кептіріп босағаға шаңыраққа іле бер деген. Мен сол әкем айтқан өсиеттен әлі күнге дейін айнығаным жоқ. Құдайға шүкір, менің малымнан тышқақ, лақты, қасқыр жеп немесе жоғалғанын көргенім жоқ дейді. Ұрылар жан-жағына қараса, соншама көп қары жілікті, қар сүйекті көреді. Оларға байдың малын қорып жүрген көп бақташылар болып көрінген осы қары жіліктер екен. Қары өзгертілген хариту сөзінің баламасы емес пе екен? Осы қары жілікті қазақтар ер-тұрманның әбзелі есебінде және ат пен ер-тоқымды сақтаушы деген нанымда ердің алдыңғы қасына іліп қояды. Қасқырдың тілерсегі белдің шойырылуынан, сарп ауруынан және көзден сақтайды деген нанымда қолданылады. Екінші, үкінің басы, аяғы мен қауырсыны жын-періден қорғайды. Сондықтан үйдің әр жеріне бесіктің басына іліп қояды. Қырғыздардың үйінен ұлардың басын көрдік. Ұлар тау күрке тауығы, қырғауыл тұқымдастың бірі. Қырғыздардың наным сенімінде ұлардың еті шешек ауруынан сақтандырады. Көзден және тілден сақтану үшін есек тас деп аталатын тасты тағады. Олардың сенімінше тас есектің қарында жүреді, бірақ саудагерлер есек тас деп шыны сырымен сырланған көк қышты алдап сатады. Шамандық дәуірде барлық ауруларды әкелуші жын-перілер немесе әруақтардың қаһары деп түсіндірілетін. Сол себепті барлық аурулардан әруақты адамдар, шамандар ғана емдейтін жын-пері, ыбылыстар, шамандармен қатар атақ даңқы бар ер жүрек, игі мейірбан адамдардан сескенеді. Ондай адамдар тірі әулие әруақты болып саналады. Шайтан сескенетін жан-жануарлар да болады. Мысалы, түйе боталағанда, кірпі балалағанда жын-шайтан оларға жоламайды. Баланың бесігіне кірпінің тікенектерін байлап қояды. Нәресте дүниеге келерде әлгі кірпінің инелерін толғақ қысқан әйелдің бас жағына қыстырып қояды. Бір қызығы, орыс адамының шашы да жын-пері, ыбылыстарды жолатпайтын ырым, жоралық заттар қатарына кіреді. Қазақтар киеге үлкен мән береді. Табиғаттың кейбір апаттарын, отты, кейбір жануарлар мен құстарды, көшпелі тұрмысқа қажет заттарды киелі деп қастерлейді. Осы аталғандарды құрмет тұту, ырым жорасын жасап көру, адам баласына байлық пен бақыт, құт әкеледі деп түсінеді. Ол осы кәделерді ұстамау, киелілерді құрметтемеу жоқшылыққа душар етеді. Сондай құдіретті күші бар жан-жануарларды киесі бар дейді. Ал олардың өзін киелі деп атайды. Жан-жануарлар мен заттардың киесін қадірлемеу киенің қаһарын туғызады.
киенің ашуы, қаһары кесір деп аталады. Ежелгі моңғолдар ақты сүтті жерге төгуді тәрбиесіздікке, кесапаттыққа балаған, кесірі соғады деп қорыққан. Сондықтан да шаман дініндегі халықтар жамандық пен жақсылықты, киелі жан-жануарлар мен қасиетті заттардың қастерленбеуінен, содан барып туатын реніш ашудан, киесінен деп түсінген. Тақуалы құлық белгілі ырым-жоралардың мүлтіксіз орындалуын талап еткен. Ал енді сол әдет-ғұрыптың орындалмауы күнә, діндарлықты бұзу болып саналып, кесір-кесапатқа душар етеді деп ұққан. Төменде біз мысалға келтірілгелі отырған аңыз өзінің шамандық табиғилығымен ғажап. Қазақтардың болашақ жайлы пікірлері де Плано Карпини айтқан деректермен дөп келеді. Моңғолдар адамның мүрдесімен қоса ер-тұрманды, әбзелімен, құлынды биені де көрге салып көмеді. Ана дүниеде жылқы өсіріп тіршілік еткеніне қажет деп білген. Қазақтар да адам мүрдесімен бірге көрге тостаған салады, малды бірге көмбейді. Бірақ өлген адамды шығару кәделерінде жаназасында мал сояды, тие берсін деп сол тамақты өздері жейді. Тие берсін деудің себебі о дүниедегі адам да сол жаназасына сойылған малдың етінен тамақтанады деген түсініктен туындайды. Бұл өте маңызды. Шамандықтың көк тәңірі, Алла, Құдай санатында да жердегі пенделеріне ешқандай қызғанышсыз, кеңпейілділікпен қарайды. Өлген адамды шығарып салу кәдесінің жақсы немесе жаман өткені көк тәңірінен емес, оның артында қалған үрім бұтағы мен туыс ағайындарының әдет-ғұрыпты қалай орындауына байланысты. Өлген адамның басына неғұрлым мал көп сойылса, соғұрлым өлген адамның рухы риза болады. Сондай-ақ сол аңыз бойынша өлген адамның кегі қайтарылмаса да, өлік көрінде тегін жатпайды. Бұл аңыздың мазмұнынан қарағанда, тек ассалаумағалейкум деген бір ауыз сөзден басқа исламның әсері жоқ. Әзірейіл мен Жебірейілді де тек мұсылман періштелері деп санамайды. Біздіңше олардың замана ағымына байланысты тек аттар ғана өзгертілген. Моңғолдар өлімге Эрлик хан, өлім құдайы, кейіп береді. Кейбір ауруларға да түр кейіп береді. Мысалы, шешекті мейірімсіз де жексұрын кемпір ғып бейнелейді. Қазақтар ертеде өлгендерді қалай құрметтегенін, қалай о дүниеге шығарып салғанын аңыз желісінен біле алмаймыз. Бірақ өлген адамның мүрдесімен қосып құрық, қару-жарақ салу себебі о дүниеде жауынды құрықпен ұстап, қарумен жарып жібер дегені болса керек. Плано Карпинидің айтуынша, моңғолдар өлген адамның үйін, киім-кешегін отпен тазартады. Қазақтар да өлген адамнан қалған дүниені тазартады, себебі өлім процесі көзге ілінбейтін жағдайда өтеді. Өлетін адамды жан алушы тамағынан бауыздағанда, сондай-ақ көзге шалынбайтын қаны керегенің 3-ші тор көзіне дейін шашырайды. Сондықтан да үйдегі мүлік қанға боялады, тазартылуға тиіс деп ойлайды. Өлімнен қашудың өзі Алланың жазмышынан бас тарту. Ислам діні бойынша күнәқарлық, әсте болмайтын нәрсе. Ал шамандық халықтардың аузының көбісі өлімнен қашу. Қазақ бақсыларының арасында Қорқыт туралы аңыз бар. Сол Қорқыт қазақтарды алғаш қобыз тартуға, сарын айтуға үйреткен ең бірінші шаман. Әбден мұсылманданған түркмендердің аңыз дастанындағы Көрғұлының өзі аз уақыт болса да өлімнен қашады. Сондықтан да көк тәңірінің өлімге деген құдіреті, қатысы, шамандық сенімде, тосын ғажайып күштен де тағдыр деген ұғымға жақын. Солай болғанның өзінде шамандық діндегілер оған құлшылық ұрмай, көк тәңірі құдіретінен босанбақшы болады. Ертедегі өзінің фатум немесе мұсылмандардың да өзінің қорқынышты тағдырына ада болғысы келгендей. Өлім мен тірінің достығы туралы аңыз. Ертеде бір байдың 3 ұлы болыпты. Бай жылқысынан қысырақтың бір үйірі жоғалыпты. Қысырақ үйірге жаңа қосылған, бірақ әлі құлындамаған жас бие. Байдың үлкен ұлы әкесіне келіп, әке, қысырақтың үйірін мен іздеп келейін дейді. Бара ғой балам, ізде дейді әкесі. Ұлы азық түлігін алып, қару-жарағын асынып, атына қонады. Әкесінің сиқыры бар екен дейді. Баласын сынағысы кеп, 6 қырды асып, 6 арланға айналып, баласын тосады. 6 арлан қасқырды көріп, баласы қорқып үйіне қайтып барып, жатып алады.
Қысырақтың үйірін іздемекші болып әкесіне ортаншы ұлы келеді. Ол да қасқырдан қорқып үйге қашып келеді. Енді ең кіші ұлы қалады. Ол келіп әкесіне мен іздеймін дейді. Әкесі жарайды деп жауап қатады. Әкесі балаларының сыншысы еді. Ол 6 жолбарыс болып жолда жатып алады. 6 жолбарыс болған әкесін көрген ұлы астындағы атын қамшылап жіберіп жолбарыстарға тап береді. Жолбарыстарға найзасын сілтей бергенде тоқта деді әкесі. Ей балам, менмін ғой, немене найзаңды сүңгітіп алмақсың ба? Иә, мен біліп едім, енді қолыңды жай ұлым. Әкесі батасын беріп, жолың болсын ұлым, сенің алдыңда енді өз кейпіме келейін. Дейді де, балам ұмытпа, елсіз түзде жүргенде далаға қонбай ескі мазарлар кездессе сонда түне дейді. Күн артынан күн өтіп, бірде күн ұясына қонар кезде кіші ұлы ескі қорғандарды көреді. Молалардан басқа ен далада көзге түсер ештеңе жоқ еді. Молалардың батыс жағында топырағы әлі қап-қара болып жатқан жас қабірді көреді. Сол жас қабырға жақындап келіп, сәлем дегенде көр жақтан кімді сұрап тұрсың деген жауап шықты. Артынша көрден қастары қап-қара өрімдей жас жігіт шықты. Жігіт, кімді сұрайын? Құдай қонақ едім, түнейін деп келдім дейді. Онда атыңнан түс дейді өлік. Тізгіннен ұстап барлық салт дәстүр бойынша атынан түсіреді. Сонан соң көрден шыққан әруақ өлік қолынан ұстап көзіңді жұм, мен айтқанда ғана аш дейді де жетелей ала жөнеледі. Бір жерге келгенде аш көзіңді дейді. Жігіт көзін ашса алдында тамаша үй тігулі тұр. Сәулетті сарайдан аумаған, іші кірсе шыққысыз жұпар иіс аңқиды. Олар үйге кіріп жайғасқаннан соң көрден шыққан әруақ өліктің қап-қара қызметшісі бар екен. Әруақ қызметшісіне бұрылып, қонаққа мал әкел дейді. Қара қызметші шығып кетіп, боз қойды жетектеп келді. Қойды сойып, етінен жақсылап асқызып, тамаққа тойып, ештеңе болмағанда ұйықтайды. Ертеңгісін жігіт қолбасын жуып, кешеден қалған тамақты жылытып әкеп дастарханға қойғанда, әруақ сөз бастап, кел екеуміз дос болайық дейді. Жігіт болсақ болайық деп жауап берді. Сол жерде құшақтасып дос болсады. Қонақ жігіт рұқсат болса жолға шығайын, қысырақтарымды іздейін дейді. Әруақ, жақсы достым, біраз сабыр ет, мен өзімнің тағдырымды әңгімелеп берейін дейді. Мен бір байдың жалғыз ұлы едім, әкем бай болды. Бірде біздің ел соғысқа шықты, мен де қосылдым. Ұрыста жау жағынан қарсы қасқа атты, қара қалпағының төбесі мұжырайған, қолында ұзын қызыл сапты найзасы бар, қара сақалы шошайған біреу жекпе-жекке деп ортаға шықты. Мен шықтым. Жекпе-жекке ол тұрғын халықтардан, мен шапқыншы жақтан шықтым. Ол найзасын түзеді, мен де ыңғайладым. Бірақ менің найзам қысқалау еді де, оныкі ұзынырақ еді. Оның сілтеген найзасы бірінші кеп қадалды. Мен өлдім. Менің соғыста шахид болғанымды естіп, Алла тағалам Саид шаид детті. Саид қазақша шейіт, дін жолында құрбан болған адам. Сол жорықта менің астымдағы ат көтеремеді. Қусаң жететін, қашсаң құтылатын әкемнің 2 аты бар еді. Ұшқан құста жетпейтін жүйрік. Мен сол 2 аттың бірін мінейін деп едім, әкем рұқсат етпеді. Егер маған дос болсаң, бүгін біздің ауылға бар, сонда қон. Сенің қысырақтарың біздің жылқының ішінде жүр. Қазір өсіп саны 90-ға жетті. Егер мені дос деп санасаң, біздің жылқының ішіндегі бір үйірде жүрген 2 айшұбарды жарып таста. Жарайды дейді жігіт. Жарып тастар едім, бірақ менің пышағым жоқ. Әруақта әдемі кішкене пышақ бар екен. Мә, мынаны ал да жарып таста деді жігітке. Менің саған бір өтінішім бар. Біздікінде болғанда мен берген пышақты үйдегілерге көрсетпе. Қарындасым бірден танып қояды. Танып қойса саған сондай қорқынышты болады дейді. Жігіт әруақ жігіттің ауылына келіп қонды. Таң атты, өрістен жылқы қайтты. Жігіт атына мініп өрістен қайтқан жылқының алдынан шықты. Жылқышылар жас балалар еді. Жігіт олардың бар жоғын елемей, табынның алдында ойнақтап келе жатқан 2 айшұбарды ұстап алды да жарып тастады. Бай, мына бір адам 2 айшұбарды жарып тастады деп жылқышы балалар ауылға қарай шапты. 2 бірдей айшұбарды жарған адамның бет жүзіне кім қарасын? Аттарына міне сап, ауылдағылар жігітке тап берді. Жігітті ұстап байға алып келді. Қолы тигені жігітті ұрып, қолы тимегені жерді сабалап, алдымен киімнің сыртынан соқса, кейіннен шешіндіріп сабалады.
Аяғындағы етігін шешкенде әруақ досы берген әдемі пышақ қонышынан түсіп кетті. Әруақ досының қарындасы да сол жерде тұр еді. Пышақты көрген қыз ойбай деп айғайлап жіберді де, мынау менің бауырымның пышағы ғой деді де жігіттің қолынан ұстай алды. О бастағы ұрған ба, нағыз ұрып соғу енді басталды. Оны өлтірген осы десіп жан жағынан айғайға басып жігітті өлтіргелі жүр. Әруақ досы ескертіп, егер қатты қинаса бар шындықты айт дегенді. Енді шын айтпаса өлтіретіндерін білген жігіт, уа жұрт, шынымды айтайын, өлсем де шынымды айтып өлейін. 3-ақ ауыз сөз беріңдер, айтайын ба әлде жоқ па? Айтқын, егер бірдеңе білсең десті. Жігіт сонда, мен бір байдың баласы едім деп басынан кешкендерін айтып берді. Оның сөзіне ешкім сенбеді. Өлтіреміз, шындықты айт, өлтірген сен. Сонда жігіт тұрып, халайық, сіздер маған сенбедіңіздер. Егер мен досымды көрсетсем сенесіздер ме? Халық жарайды, тек көрсет, сонда ғана сенеміз десті. Әруақтың әкесі халықты жинап, баласының моласына бармақ болды. Барлығы атқа мініп, біздің жігітке өгізше ме, сиыр ма мінгізді. Бәрі қоршап жігітті алып келеді. Әлі де болса сенбейді. Бәрі жиылып молаға да жетті. Халайық деді жігіт, осы жерде тұрыңдар, жыламаңдар, мен досымды шақырам. Халық тоқтай қалды. Бірақ әруақтың әкесі шыдамай жігіттің соңынан ерді. Әруақ жігіт осының бәрін біліп жатты. Әруаққа бәрі белгілі. Әкесі оны тірі күнінде өкпелетсе де, ол әкесіне сәлем берейін деп көрінен шықты. Әкесіне амандасты. Шешесі келді, онымен де амандасты. Содан соң жалғыз қарындасы оның жанында оң жақта қалған қалыңдығы келді. Қалыңдығы қарындасынан бұрынырақ ұмтылып еді, әруақ жігіт оны оң қолының шынтағымен итеріп жіберіп алдымен қарындасымен көрісті. Сорлы қыз баяғыда өліп қалған жалғыз бауырын көріп, жасқа булығып, талықсып, ағасының оң иығына құлады. Әруақ жігітке қарындасының көз жасы тамған сәтте зым-зия жоқ болды. Халық осыдан кейін жігітке сеніп, жақсы, жарайсың деп басқаша сый-құрмет көрсетіп, сен деді бай жігітке, менің жалғыз шамшырағымның досы екенсің. Енді сен де өз баламсың, менің мал жанымның жартысын ал деді. Жігіт сонда тұрып, маған ештеңеңнің керегі жоқ, тек менің әкемнің қысырықтарын қайтарсаңыз болғаны деді. Бай өзінің ұсынысын 2 рет қайталады. Жігіт 2 рет рахметін айтып, өзінің 90 жылқысын айдап қайтты. Жігіт тағы да молаға келді. Жылқысын мазарлардың жанына жайып жіберіп, досының көріне жақындап, достым деді. Досы шықпады. 3 мәрте достым деп айғайлады. 4-ші рет шақырғанда ғана әруақ досы шықты. Түрі сұп-сұр, әбден қиналғаны көрініп тұр. Мен деді әруақ. Сенің даусыңды әлдеқашан естідім, бірақ тез шығуға мүмкіндік болмады. Қарындасымның иығыма тамған жасы телегей теңізге айналып су астында қалдым. Сен мені 1-ші рет шақырғанда мен судың астында едім, ал 2-ші рет шақырғанда судың ортасында едім. 3-ші рет шақырғанда судан шықтым. Азырақ дем алдым. Ақырғы күндері әбден қажыдым, қалжырадым деді. Өлік досын қайтадан өзінің тұрағына алып барды. Екеуі тағы бірнеше күн бірге тұрды. Ал жігіттің 90 жылқысы болса, сол маңда жайылып жүрді. Оларға ештеңе де тиіспеуге тиіс еді. Енді жігіт үйіне қайтпақшы болып жиналды. «Иә, достым», деді сонда әруақ. «Сен барлық пәле-жаладан аман есен үйіңе қайтасың. Сен барып жеткенде аулың соғысқа дайындалып жатады. Сенің жақындарың өзің жолдан арып ашып келдің, жорыққа бармай-ақ қой деседі. Сен бірақ оларды тыңдама. Ертеңіне жорыққа аттан». Жігіт ауылына келеді. Әке-шешесі, туған-туысқандары бір жасап қалады. Бәрі жалынып жігітке жорыққа барма деп жалынады. Бірақ әруақ досы айтқан сөздер жігіттің есінде, ертеңіне жорыққа аттанады. Айрылсарда әруақ досы оған тағы былай деп еді. Жаудың ауылына жақындағанда бәрі атқа қамшы басады, ал сен болсаң ауылдың батыс жағын ала шап. Ауылдан саған қарсы қара қалпағының төбесі қайқиған, қара қасқа атты, қолына қызыл сапты ұзын найза ұстаған қара сақалды қарсы шабады. Тәңірінің көмегімен сен оны түйрейсің. Мені өлтірген сол. Сен оны бауыздап жатып мына сөздерді айт. Досым барған жерге бар, оның мінген атын да жарып жібер және былай де. Досым барған жерге бар. Қалай айтылды, солай жасалды.
Олар ауылға жақындағанда бәрі аттарына қамшы басты, ал жігіт болса ауылдың батыс жағына қарай шапты. Әруақ досы айтқандай қарсы алдынан қара сақалды шыға келді. Жігіт қара сақалды найзамен түйреп, бауыздап жатып, досымның кегі, оның жанынан орын тап деп айтты. Қарағасқа атынды жарып жатып, досымның кегі деп айтты. Әруақ досы тағы да былай деп еді: бәрі олжа бөліскенде сен ауылдың батыс жағына қарай шап. Ауылдың ең шетінде жаңадан тігілген ақ отауды көресің. Отауға жеткенде атыңды оң босағаға байла. Отауда жаңа түскен жас келіншек және 2 қыз, қаршыға мен қарғы бауы бар қара тазыны көресің. Досымның кегі, соның жанына барыңдар деп айт та үйдегінің бәрін жарып таста. Бәрі олжа бөлісіп жатқанда жігіт ауылдың батыс жағына қарай шапты. Әруақ досы айтқандай ақ отау тігулі тұр. Атын үйдің оң босағасына байлап салып, отауға кіріп келді. Жас келіншек пен күн десе көзі, ай десе аузы бар 2 қыз отыр. Досымның кегі үшін соның жанынан барып орын алыңдар деп жас келіншекті бауыздап, 2 қыздың үлкені жарып тастады да екіншісін қимады. Қызығып кетіп бетінен өпті. Бірақ досының тапсырмасы есіне түсіп кетіп, оны да жарып тастады. Ал қаршыға мен тазыны бөгелместен жарып тастады. Әруақ досы оған тағы былай деген еді: бәрі көп қазына байлық алады, бірақ сен ештеңеге тиіспе. Отаудың алдында бәйтерек, сол теректің жанында тал шыбықтар өсіп тұрады. Сен шыбықтарды шауып таста, сонда түйенің құмалақтарын көресің. Түйенің құмалақтарын, жас шыбықтарды жинап ап, отаудың жанында жайылып жүрген қаранарға бәйтеректі, құмалақ пен шыбықтарды артып ал да ауылыңа қайт. Жасақ жорықтан соң ауылға қайтты. Өз жайлауларына жақындағанда дауыл тұрды. Дауыл 2 күн 2 түн соқты. Олжаға түскен барлық малдың өлгені өліп, өлмегені быт-шыт болып бытырап кетті. Жауынгерлер аттарынан да айрылды. Жігіт түйені шегеріп қойып, жайбарақат жанында жатып алды. Досы оған айтқан болатын: ауылға бір көш жер қалғанда, көк шыбықтың бірін ал да түйенің құмалақтарын сонымен салып қал. Бисмиллахир-рахман деп, сонда құмалақтар бақырған түйелер, кісінеген жылқылар, мөңіреген сиырлар, маңыраған қойлар болып өріп шыға келеді. Сонан соң көк шыбықпен бисмиллахи деп теректі де салып қал. Сонда теректің бір бұтағы алтын, бір бұтағы күміске айналады. Осы байлықтардың иесі қара сақал сиыр еді. Осынша байлықты сиқырлық пен ұрылардан сақтап, осынша малды ит құстан аман сақтап келген еді. Ауылға келгенде барлығы қолдарын мұрындарына тығып, арып ашып, жаяу жалпылап әрең жетеді. Ал жігіт болса мал мен байлыққа кенеліп оралады. Ол алып қайтқан алтын мен күміс бүкіл әлемнің байлығына тең еді. Жігіт үйінде 2-3 күн болып, моладағы әруақ досына келді де: ассалаумағалейкум достым деді. Сөйле дейді әруақ досы қабірінен шығып. Досын сонда алып кірді. Жігіттің жарып өлтірген қарақалпақты жігіті және жас келіншекті, 2 қызды, тазы мен қаршығаны көріп таң тамаша болды. Жігіт өзі бетінен сүйген қызды көріп күліп жіберді. Сол қыздың ол өпкен жері қап-қара болып кетіпті. Байғұс адам, деді әруақ досы. Мен саған ризамын. 2 қыздың кішісі саған ұнап еді. Сен оны ала қой, алмаған келіншек пен үлкен қыз қалсын, деді. Әруақ досы жігітті қонақ етті, ал қарақалпақты оларға қызмет етіп жүр. Жігіт: енді мен үйге қайтайын, деді. Жарайды, жақсы, дейді әруақ досы. Сонан соң: сен ауылыңа барғанда арбалы 2 саудагер үйді аралап жүреді. Олардың 2 аты бар, бірі торы, екіншісі жирен, екеуі де арық. Бірақ сен арықтығына қарама, қанша сұраса да ақшасын төлеп сатып ал. Алдымен торы атты, сонан соң жирен атты сатып ал да 3 жыл оларға құрық та салма, ерттеме және қоржын да салма. 3 жыл өткен соң торы атты сойда барлық сүйек шеміршектерін сындыр. Мишығын қара. Егер мишығында тамшыдай қарадақ болса, онда жирен атты тағы да 1 жылға жылқыға жібер. 4 жыл өтіп 5-ші жылда үйдің сыртына қаңтарып қой. 1 үзім шөп, 1 жұтым су бер. Одан артық ештеңе берме. Өзін мінбе. Сонда жирен ат қаншырдай жарайды. Біраз уақыт өткенде басың ауырады. Ауырып қойып кетсе жақсы, ал егер басыңның ауырғаны үдей түссе, жиренге отыр да маған қарай шап. Достар қоштасып айырылысты.
Жігіт ауылына келсе, татарлар сауда жасап жатыр. 2 аты бар. Досы айтқандай торы ат пен жирен ат. Саудагерлерге торы атты сатшы деп жабыса кетті. Атыңның орнына 2 ат берейін деп. Керуенші 3 ат сұрады. Жігіт керуеншінің айтқанын істеп 3 ат беріп, торы атты айырбастап алды. Сонан соң жирен атты саудаға салды. Керуенші де сыншы еді. Жирен атқа 5 жылқы сұрады. Жігіт жирен атты да айырбастап алды. Досының айтқанын жасап, 2 атты да 3 жылға табынға жіберді. 3 жыл өтіп, 4-ші жылда торы атты сойды. Миынан тырнақтың үлкендігіндей қара дақ шықты. Жирен атты табынға тағы 1 жылға босатып жіберді. 5-ші жыл болғанда жирен атты үйде байлап ұстады. Бірде бас ауырды, жазылмады. Жігіт өзінің осы құпия сырын не әке-шешесіне, не құрбы-құрдастарына айтпады. Оның сырын жаратушы Құдай мен әруақ досы ғана біледі. Бас ауырып қоймаған соң жиренді ерттеңдер, біраз серуендеп қайтайын деді ол. Жігіттің ауруына қайғырған ауыл у-шу болды. Зар жылаған ауылдың у-шуын естіген жігіттің басы айналып, көзі қарауытты. Аттың үстінде әрең шыдап отырған жігіт «Қош аман бол елім» деді де атты тебініп қалды. Досына қарай шапты. Әруақ досы осының бәрін біліп жатты. Досымның жағдайы жаман. Бүйірі қызып алған жирен тұлпар екпінімен осы тұстан алып кетпесін деп ойлады. Досын тоқтатып алып қалудың амалына кірісті. Қатындарға 40 құлаш жібек арқан естірді. Далаға шығып қараса, досы шауып келе жатыр екен. Тұсынан өте бергенде 40 құлаш жібек арқаннан жасалған бұлғақты лақтырды. Досы аттан түсіп қала берді де, бүйірі қызған жирен тұлпар екпінін тоқтата алмай зу етіп өте шықты. Әруақ досын көріп ап, өзінің моласына кірді. Досы шауып келе жатқанда Әзірейіл мен Жебірейіл оның жанын алмақшы болып соңынан қуған еді, бірақ жирен тұлпардың жүйріктігі соншалық 2 періште қуып жете алмайды. Достардың соңын ала молаға Әзірейіл мен Жебірейіл келіп кірді. «Қашқынды бергін бізге. Біздің қашқын осында» деді. «Бермеймін» деді әруақ жігіт. «Мен Құдайдың шейітімін. Құдай 3-ке дейін тілегіңді орындаймын» деген. «Кетіңдер бұл жерден» дейді. Әзірейіл мен Жебірейіл Құдайға келіп, «Сен жанын ал» деп жіберген пендең бізден қашып кетті. Оны бір аруақ паналатып отыр. «Бермеймін» дейді. «Мен Құдайдың шейітімін» дейді. Құдай тағала 3-ке дейін менің тілегімді орындауға тиіс дейді. «Енді не істеуіміз керек?» дейді періштелер. Құдіреті күшті Құдай: «Иә, дұрыс, ол менің шейітім. Өлімнен алса, алып қала берсін. Соның қалағандай болсын». Өстіп әруақ жігіт пен тірі жігіт бар мақсатына жетіпті дейді.